Ешбір соғыс бір жақтың ғана жеңісінен тұрмайды. Сол кездегі дүние жүзіндегі ең ірі державаның қалыптасуына әкелген 13 ғасырдағы Монғолияның жорықтары әсер етті. Паруан шайқасы 1219 жылы Шыңғыс ханның қолбасшылары Орта Азиядағы ең ірі держава Хорезмді бағындыра бастады. 2 жылдың ішінде монғолдар бір қатар маңызды уәлаяттарды басып алды. Ходжент, Самарқанд, Үргеніш, Мерв және тағы да басқа ең бай қалаларды басып алды. Хорезмшах Аладдин Мұхаммед II Түркіменден Каспий теңізінің жағасына қашып сол жерде қайтыс болды. Оның ұлы Джалал ад-Дин Менгуберді таққа отырғызып және Хорезмнің қалған сарбазын жинады. 1221 жылы Джалал ад-Дин монғолдарды жорықта жеңе алды. Темник Шиги Хутухудың 30 000 әскері Ауғанстанның орталық бөлігіндегі Парван алқабындағы басқа монғол әскерлерінен қалып қалды. Джалал ад-Дин мүмкіндікті пайдаланып 60 000 әскерін өзіне қарсы шоғырландырды. Соғыс 2 күнге созылды. Қыңыр шайқастағы монғолдар ақырында шахтың өзі басқарған монғол әскерлерінің шабуылымен қаза тапты. Монғолдардың жеңілгені туралы хабар Шыңғыс ханды жеке өзі Жалалуддинге қарсы тұруға мәжбүр етті. Хорезмнің жаулап алушыларға қарсы қыңыр күресі тағы 10 жыл бойы жалғасты. Еділ Болгариясы мен башқұрттардың монғолдарды жеңуі. Монғол қолбасшысы Сүбедей 1223 жылы қалқадағы орыс славян әскерін жеңгеннен кейін Еділ Болгариясына көшті. Монғолдардың болгармен шайқасы 1223 жылдың аяғында немесе 1224 жылдың басында болды. Оның нақты соғыс өткен жері белгісіз. Араб тарихшысы Ибн Аль-Асирдің айтуынша, болгар әскерінің маңызды бөлігін құрайтын башқұрттар жалған шегіну тактикасын шебер қолданған. Монғолдар қоршауға алынып, толығымен дерлік жойылды. Сүбедейдің өзі бастаған 4000 сарбазы ғана аман қалды. Осы шайқаста оның ескі жолдасы Жебе қаза тапқанға ұқсайды. Жеңіліс монғолдарды Еділ Болгариясына қарсы келесі шабуыл жасамас бұрын. Оларды тек 12 жылдан кейін ғана башқұрттарды Еділ Болгариясынан бөліп алу үшін дипломатиялық күш-жігер жұмсап, Монғол империясы мен әскерінде артықшылықтар ұсына отырып, оларды өз жағына тартуға итермеледі. Айн Жалут шайқасы 1258-1260 жылдары Иранға қоныстанған Шыңғыс ханның немересі Хулагу таяу шығысқа жорық жасады. Ирак пен Сирияны басып алып, Палестинаны бағындыру үшін Китбуға басқаратын шағын 20 000 әскер қалдырып, өзі Монғолияға ұлы хан сайлауға аттанды. Осы кезде Сидон кресшілері Мысырдың Мамлюк сұлтаны Әл-Захир бейбарысқа көмекке келді. Олар монғол әскерінің тылына шабуыл жасап, бейбарысты Акрадағы бекініспен қорғады. Сол жерде тынығып, арабтар солтүстікке қарай жүрді. Және Джездрелло аңғарында, Галият, Айн Жалут бұлағында Китбұға әскерімен соқтығысты. Шайқас 1260 жылдың 3 қыркүйегінде болды. Арабтардың сан жағынан жарты немесе 2 есе артықшылығы мәселені шешті. Соған қарамастан монғол жасақтарының сапасы жоғары болды. Олар шабуылға шықты. Арабтар бірнеше рет жеңіліс алдында болды. Тек бейбарыстың нық басшылығы ғана шайқастың толқынын бұрып жіберуге мүмкіндік берді. Монғолдар негізінен жойылды. Мамилюк Египет пен Хулагуиттер мемлекеті арасындағы соғыс тағы бірнеше ондаған жылдарға созылды. Бірақ арабтардың жеңісімен аяқталды. Вьетнам жеңістері, Бахдан көзеніндегі миналар және зымыран артиллериясы. Қытайда орныққан монғолдар көрші елдерді жаулап алуға кірісті. 1258 жылы олар Вьетнамды жаулап алуға тырысты. Алайда 1258 жылы 28 маусымда Вьетнам императоры Тронгтың әскерлері Тханг Лонг деген жерде монғол қолбасшысы Урянхдайды талқандап, Ханойды қайтарып алды. Қайтар жолда монғолдарға Тронның қолбасшысы Хабонгты шабуыл жасады. 1280 жылдары монғол Қытай Юань империясы Вьетнамды жаулап алуға 2 рет талпыныс жасады. 1285 жылы бұл жерге алғашқы жорықты Құбылай ханның ұлдарының бірі Тогон жасады. Монғол әскері қатты ыстықтан зардап шегіп, тамақ ала алмай, нәтижесінде Куанг Хойдан жеңілді.
Моңғол қолбасшысы Сөгет өлтіріліп, әскер жасақтарын Сидор деген половцы басқарған флотқа көшірді. 1288 жылы Тогон қайтадан әрекет етті. Бірақ оның флоты Бағдан өзеніндегі шайқаста вьетнамдық қолбасшы Тронг Хонг Домен қаза тапты. Тарихнамалық дәстүр бойынша, Юань флоты өзеннің сағасында вьетнамдықтар түбіне қадалған үлкен қазықтарды пайдаланып, оқпен тұтандырғыш зымырандармен атқылаған. Моңғол әскери теңіз күштерінің қолбасшысы Юань Омар жеңіске жеткендердің қолына түсіп өлім жазасына кесілді. Ал Тогон қашып үлгерді, бірақ әкесі оған ашуланып, өмір бойына жер аударылды. Моңғолдар Вьетнамды жаулап алуға бұдан кейін әрекет жасамады. Камикадзе, Құдайдың желі. Моңғолдар Құбылай ханның басшылығымен Жапонияға теңіз арқылы 2 рет, 1274 және 1281 жылдары шабуыл жасады. Бір қызығы, Жапония сол кезде оңай олжа болып көрінді. Бұл жерде бір тұтас күш болған жоқ. Жапондардың шайқас тәжірибесі де болмады. Мұндай шебер жауға қарсы. Техникалық құрал жабдықтар, ұйымшылдық, тактикалық дайындық, барлық артықшылықтар моңғолдар жағында болды. 1274 жылы Жапонияны басып алуға аттанған моңғол Қытай-Корей флоты 23 мың жауынгерді алып жүрді. Бірақ ол жағаға жақындаған кезде ол Жапонияның тарихи жадында камикадзе, Құдайдың желі ретінде қалған қорқынышты дауылға ұшырады. Сол кезде Жапонияны құлдықтан құтқарды. Басқыншы флоттың 4-тен 3 бөлігі экипаждармен және әскермен қырылды. Қалғандары кері бұрылды. Шабуыл қаупі жапондықтарды біраз уақытқа өзара жанжалдарды бәсеңдетуге мәжбүр етті. Бірақ 1281 жылы Құбылай Жапонияға бағыну талаптарымен жіберілген елшілерінің олардың хабарсыз жоғалып кеткеніне ашуланып, қайтадан флотпен басқыншылық әскерді жабдықтады. Дерек көздерге сүйенсек, 2 эскадрильяның жалпы саны 140 мың десантшы болған. Жапондықтар жағалау қорғанысын жақсы дайындап, бір мезгілде үлкен моңғол әскерінің жағаға шығуына жол бермеді. Содан кейін, тарих жаулап алушы флот пен армияның көп бөлігін жойған камикадзе тайфунымен қайталанды.